Армысыздар менің тұрақты оқырмандарым. Әкем, ол менің әкем. Жәкем, оның жар дегенде жалғыз інісі. Мен ес білгелі Жәкем біздің үйде жүретін, өзінің үйі, бала-шағасы бар. Бірақ таңғы, түскі, кешкі асын біздің үйден ішетін. Қабылдың жеті шуылындағы ортасында тамақтың ең дәмдісін асып қойып әңгіме айтып отырады. Әкем де жылы жұмсақты алдымен соның алдына қарай икемдейді. Кейде үйге қонақ келеді. Мұндайда Жәкем тіпті маңғаз. Әкем оны қонақпен қатар отырғызады. Қойдың басы, жамбас сүйегі дегендерді Жәкем қонақтан кейін ауыз тиіп шетке ысырып қояды. Оны кешке үйіне алып кететінін білеміз. Алғысы келмесе де әкем орап береді. Өйткені ол жалғыз інісі ғой. Әкелері соғыстан оралмаған сонау қиын заманнан бері екеуі осылай жетектесіп бірге келеді. Жәкемнің әкемнің 8-ші баласы секілді. Соған біздің анамыз да біз де үйренгенбіз, көнгенбіз. Жәкем ешқашан жаңа киім сатып алмайды. Ағасы завсклад болып, оның әр жаңа киімі бірер айдан соң өзінікі боларын білсе, қайдан сатып алсын? Рахат. Біздің әкеме сұрақты төтесінен қойдым. Әке, Жәкемді неге еркелете бересің? Жасы 40-қа келсе де сіздің балаңыз сияқты дедім. Іштегі қызғаныш әлде өкпені жасыра алмай. Балам, бұның дұрыс емес, деді әкем күрсініп. Әкемізді соғыс жұтқанда мен 13-те, ол 12 жаста болатын. Сол әкемнің алдында берген сертім бар еді. Інімді ешқашан тастамаймын деген. Содан әлі жетектеп келемін. Ғұмырым жеткенше жетектей беремін, деді ол ойлы көзімен терезеге қарап. Екеуміз де үнсіз қалдық. Шіркін деймін да іштей. Мынадай ағасы бар Жәкем қандай бақытты. Жәкем керемет домбырашы. Облыстық жетісу газетінде ол туралы шыққан мақалада 80 күй білетін, тартатыны туралы жазылған. Ол домбыра шерткенде дүниенің барын ұмытып, басқа әлемге еніп кеткеніңді білмей де қаласың. Өзінің айтуынша домбыраны алғаш әкем үйреткен. Енді маған ол үйретпек. Күнде сабақтан келе сала нота жаттаймын. Жәкем қабырғаға оның суреттерін салып іліп қойған. Слухы жоқ адам ештеңеге көнбейді екен ғой. 5 жасымда газет, журнал оқыған. Басым музыкаға жоқ болып шықты. Ұрысты, қорқытты, болмады. Домбыраның өзімен үйретіп көрді. Домбыра бір жақа, мен бір жақа қуып кеттік. Бір күні әкем үйге қуанып келді. Менің інім жарады, деді, көзі жалт-жұлт етіп. Облыста тұңғыш халық аспаптарының оркестрін құрды. Енді Ленинградқа барып концерт қойып, қазақтың домбырасының құдіретін көрсетпек. Өзі концерт қоятындай қуанып жүр. Кешкі асқа әдеттегідей Жәкем келді. Рас екен, алдымен Алматыда, сосын Ресейде концерт қоймақ. Үйге әкем шақырған соң көрші-қолаң туыстар жиналды. Жәкем күй тартты. Бірінен соң бірін беріліп тыңдап отырмыз. Әкеме қарағанмын. Ол да сүйсіне Жәкеме қарап қалыпты. Көзінде жас. Жәкем күй тартады. Балбырауынмен бастап қайран шешеммен аяқтайды. Беріліп тыңдаймыз. Күйдің құдіретін ай. Бала болсақ та көп нәрсені түйсінеміз. Көз алдымыздан ұшы-қиырсыз сары дала, жапанда тұрған жалғыз үй, жылаған бала, жұбатқан ана өтіп жатады. Бірде күй аяқталған соң Жәкем Құрманғазының Қайран шешем күйінің шығу тарихын айтып берді. Түрмеге айдалап бара жатқан күйші анасымен қоштасар да көз жасына ерік берсе керек. Ұлының бұлай босаңсығанына ашуланған ана, ез болма, еркек бол, мен ұл туғанмын деп шапалақпен тартып жіберіпті.
ұлы күйші анасынан кешірім сұрап осы күйді түрмеде шығарған екен. Үйдегі шетеу Жәкемнің әңгімесін ертегіде үйіп тыңдаймыз. Кейін ойлап қарасам, мынау өмірде дені дұрыс азамат болып қалыптасуымызға Жәкемнің шерткен күйлерінің әсері де аз болмаған сияқты. Жәкем әдеттегіше үйге жиі келіп тамақтанып кетіп жүрді. Үй дегенде енді құрқылтайдың ұясындай ғана бірдеңе. Өзіміздің үлкен үй Қаратоғанда ауылда қалған. Қазір аудан орталығындамыз. Мына үй қатты тарлық ететін. Бір күні Жәкем үй саламын деді. Өзіне емес, ағасына. Әкем біреудің құлайын деп тұрған үйін жерімен қоса сатып алды да Жәкеме берді. Жәкем іске кірісті. Домбыра сыйлаған саусақ нәзіктері енді балға балта ұстады. Үйді 3 жыл салды. Жалғыз өзі. Анда-санда ауылдықтар асарлатып көмектесіп қояды. Қалған уақытта Жәкем бір өзі ғана қарағайдай қиып, өрнектеп әсем үй салып бітірді. Бітірді де ағасына берді. Улап-шулап көшіп алдық. Жәке, дедім бірде. Үйді сіз салдыңыз ғой. Неге өзіңіз тұрмадыңыз? Жәкем басынан сипап ауыр күрсінді. Аға тұрсын бұл үйде. Оның бала-шағасы сендер тұрыңдар деді сәлден соң. Білесің бе, соғыс жылдары ағам үйде қалған. Мені аштан өлмесін деп қалтасына бір уыс бидай тығып әкелетін. Сол үшін ақсақ бригадир талай рет қамшының астына да алған. Шешемнің емшегінен сүт шықпай қалған кезде таудағы қойшының үйінен ешкінің сүтін тасыпты. Жаяу, 10-даған шақырым. Шешеміз қасқыр жеп кете ме деп шыбын жанын шүберекке түйіп отырады екен. Ал сен үй дейсің. Аға болмаса бұл күнге жетер ме едік? Аз да болса ақыл бар ғой. Бұл әңгімеге қайта оралмадым. Жәкем сол жылы аяқ астынан қала жаққа көшетін болды. Жеңгемнің қылқылдап жүретінін білетінбіз. Көндірген сияқты. Әкемнің қабағы ашылмайтын болды. Жәкем де үйге келуді сиретті. Бала көңілімнен бір сауалдың кетпей қойған-ай. Жәкем әкемсіз қалай өмір сүрер екен? Жоқ, әкем Жәкемсіз қалай жүрмек? Жәкем ақыры қалаға жақын ауылдардың біріне көшіп кетті. Біздің ауылдан алыстау, 300 шақырым. Әкем Жәкеме ештеңе демеді. Өзі де бір тоға адам еді. Енді тіпті тұйықталып кетті. Сыртқа ештеңе шығармайды. Не болса да ішінде. Өз басым әкем мен Жәкемнің бір-біріне дауыс көтергенін көрген емеспін. Ең бір қатты айтатын сөздері жарықтық еді. Онда да сыртынан. Ана жарықтықтан мұны күткен жоқпын. Жарықтық-ай, неге ойланбады екен деген тәріздес өкпе назы аралас сөздер ғана айтылатын. Жәкем көшкелі үй ішін бір көңілсіздік жайлады. Ортаға қойылған асты Жәкеңсіз ішкен де біртүрлі. Әй, нан қосып же, әйтпесе тоймай қаласың деп тамақтың етті молдау тұсын өзіне қарай тартып, картошкасын саған ысырып қоятын әдетін де сағынатын болдық. Жарықтық тамақ-сау еді, қарны тоймай жүрген шығар деп қояды әкем анда-санда. Әкем осыны айтқанда еріксіз мырс еткенмін. Есіме түсіп кеткені жазды күні болатын. Үйге қонақ шақырып, Жәкем солармен болып, қонақ кеткен соң солардан қалған етпе пакетін толтырып үйіне кеткен. Шала мүжілген бас, еті бүтін сүйектер Жәкемнің үйіне бірге аттанған. Тұратын жері сонша алыс емеді. Сәлден соң Жәкем жақтан шу шықты. Жүгіріп барсақ, Жәкем көршінің итін қуалап жүр. Қолында таяқ, иттің аузында пакет. Жәкем әлгісін есіктің алдына қоя салып асығыс дәретханаға кеткен кезде қағып түскен ғой сұмырай ит. Қораны айнала қашқан ит шынымен де ит екен, аузындағысын тастамайды.
Жәкем де қайтпайды. Бір кезде ит қоршаудың тесігінен сыртқа шығып зып берді. Жәкемнің қайран еті кетті. Жиналғандар дуылдап күліп жатыр. Көршісі де сыртқа шығып күліп тұр екен. Жәкеммен құрдас еді. «Неменеңе ұры ит секілді жылмайып тұрсың?» деді ашулы Жәкем ентігіп. Иттің де өзінен аумайды. «Әй, бір қолыма түсер, көрсетемін оған». «Әй, Жәкем-ай, таз ашуынан тырнадан аладың керін келтірді». Көршінің ештеңе демеді. Күлген күйі үйіне кіріп кетті. Әкем Жәкемнің осы тамақ саулығын меңзегенді. Қала жақтан келгендер Жәкемнің жағдайы жаман емес дейді. Үйінің айналасы алма бақ, жүзім деседі. Өзі де бізге сәлем айтыпты. Жақында келіп кететін көрінеді. Ағасының балаларын жазғы каникулда үйіне әкетпек. Жеміс-жидек жеп жетісіп қалсын дегені ғой. Әкем сонда да Жәкемді уайымдап отыр. «Шөп шалмақ тамақ дейсің бе, етті сағынып жүрген шығар» деп қояды. Сөмкемді арқалап таңертең есік алдына шықсам, әкем поштаның мәшинесін айдайтын Тұрдақын ағамен сөйлесіп тұр екен. Сөздерін анық естідім. «Бір қойды сойдырып қойдым, ішек-қарына дейін тазалаттым, қапқа салдырдым. Қалаға күнде қатынап жүрсің ғой, жол-жөнекей ана жарықтыққа тастай кет» деді. Тардақын ағам басын жұлқып жатты. «Мектепке жөнелдім. Әкем де Жәкем де сағынып жүр-ау». Көп кешікпей мектепті бітіріп Алматыға оқуға кеттім. Жолым болды. Анау-мынау емес, Казгудың журфагын студент атандым. Алып ұшып ауылға телефон шалғанмын. «Жәкеңе бер» деді әкем. Қуанып қалсын. Алыс емес қой, ауылы Алматыға тиіп тұр. Мен Жәкемнің үйіне жеткенде күн батқан, ымырт кез еді. Үйінде балалары ғана бар екен. Жәкем мен жеңгем тойға кетіпті. Ауылдың тойы белгілі ғой, түн ауа келетіндері анық. Тамағымды ішіп, балалармен біраз әңгіме айтып жатып қалдым. Түнде түрлі дауыстардан оянып кеттім. Жәкемдер келген екен. «Арман ағам келді» деді үлкен қызы Шолпан ақырын сыбырлап. «Оқуға түсіпті, журналист болады». «Қой-ей!» Жәкем дауысын көтеріп, «Өзі қайда?» «Ұйықтап жатыр, шақыр бәрін» деді Жәкем жеңгеме күжілдеп. «Ана төлегендерді шақыр, бүкіл ауылды шақыр, той жасаймын, той!» Тойдан қайтқан адамның сау қайтпайтыны белгілі ғой. Жәкем аздап ұрттап алған секілді. «Ұйықтаған болып жатырмын». «Қой енді» деді жеңгем. «Ертең де күн бар ғой, жұрт ұйықтап жатыр, шулатпа». «Сен не деп тұрсың?» деді Жәкем даусын одан әрі көтеріп. «Менің ағамның ұлы оқуға түсті, журналист болады. Қанша жыл күттік бұл күнді. О жаратқан, мұныңа да тәубе». Ағам қуанып жатыр-ау. «Болды, мен қораға кеттім, мал соямын, шақыр жұртты». «Ойбай, мына жынды жалғыз сиырды соймақ па? Қоя қойшы енді, ертең шақырамыз жұртты». Жеңгемнің даусы жыламсырап шықты. Бұдан әрі шыдай алмадым. Орнымнан тұрып, ауыз үйде пышақ қайрақтарын іздеп жүрген Жәкемді ту сыртынан құшақтай алдым. Жәкем жалт бұрылып мені құшағына ала берді. Көзінде жас. Ертесі сиыр сойылмаса да қонақ бәрібір шақырылды. Жәкем менің құрметіме қой сойып, ауыл адамдарын қонақ қылды. Кеш бойы күй тартты. Ағасы екеуінің ауыр балалық шақтары жайлы естелік айтты. «Үйдің үлкені ағам болды» деді Жәкем жиналғандарға. «Кенжесі мен. Арамызда екі әпкем бар. Ол ағам. Сол үшеумізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай осы күнге жеткізді. Әке орнына әке болды. Әлі күнге солай. Мына балалардың аузынан жырып
қарындастарына бірді-екілі малын апарып тастайды. Ал мен осы жерде Жәкем сөзін үзіп маған қарады. Үні дірілдей бастады. Ал мен тірі болсам ағамның жақсылығын мына балаларына қайтарамын. Түгел қайтара алмаймын, оны білемін. Ол мүмкін де емес деді. Бәрібір қолымнан келгенше, шамам жеткенше, студенттік өмірдің қызығы енді басталып жатқан шақ. Ақша деген жоқ, құрғыр бірде бар, бірде жоқ, бірде тоқ, бірде аш. Көбіне аш құрсақ болып жүресің. Бір бөлмеде тұратындар табылды. Болатбек үшеуміз сабақтан жатақханаға қайтып барамыз. Жол жөнекей асхана бар. Оның тұсынан үнсіз өттік. Білемін, ешкімде ақша жоқ. Оның біткеніне де бірнеше күн болған. Кеше түнде балконда тұрған Аралдың кепкен балығын мүжіп, соңынан шелектеп су ішіп, асқазанды алдап әзер ұйықтағанбыз. Бүгін қайтер екенбіз. Менің ойымды оқып қойғандай Табыл мен Болатбек жарыса сөйледі. Сәл шыдайық жігіттер, келесі апта Атырау жақтан ақша келіп қалар деді Тәкең бізді жұбатып. Мен де үйге қат жазып жібергенмін деді Бөкең бір жақсы әңгіме шетін шығарды. Мен үндемедім. Біздің ауыл жақын ғой, барып қайтқан жөн шығар. Қиналып кеттік. Жатақханаға жете бере өз көзіме өзім сенбей тұрып қалғаным. Жәкем, әкемнің інісі Жәкем отыр есік алдында. Жанында ауыз мұрнына шыға азық толтырып ауыр сөмке. Маған қарай құшағын жайып, жымиып келе жатыр. Жұмыстан қол тимей келе алмай жүр едім. Сенің қалай оқып жатқаныңды көрейін деп. Оның үстіне кеше қолға айлық тиіп, кішкене ақша таптасам ба деп саған келе алмай ағадан ұят болып жүреді. Қайран Жәкем-ай, мынау сұрғылт дүние бір-ақ сәтте гүлденіп, жарқ ете қалғандай болды-ау. Жәкемді құшақтап жатақханаға кіріп барамыз. Табыл мен Болатбақ жымың-жымың етеді. Қолдарында ауыр сөмке. Ауылдамын. Кеше келгенмін. Әкем су жаңа құдаларына есік төр көрсетпек. Алыс-жақын жерлерден туыстарды да шақырыпты. Бала-шағасын алып Жәкем де келіп кетті. Төрт көзіміз түгел болған секілді. Ешкім ұмыт болған жоқ па деді әкем шешеме. Айтпақшы, ана Асан мен Үсенге де айт, келсін. Мұндай қуанышты Жанай атамның балалары болмағанын кім болады? Келмейді олар. Бірі отырған жерге екіншінің бармайтынын білесің ғой, деді шешем. Құдалар кеткен соң екеуін бөлек-бөлек шақырмасақ, әкем ойланып қалды. Ағайынды екеудің араласпай кеткеніне пәленбай жыл болғанын мен де білемін. Араларында не болғанын әркім әрқалай айтады. Олар да бір атадан екеуі ғана еді. Жастары Жәкем қатарлы. Әке-шешеден ерте жетім қалған Асан мен Үсеннің бір-біріне пана болып ер жеткенін әкем айтып отыратын. Алдымен Асан, сосын Үсен үйленген. Бөлек шаңырақ көтерген соң екі бауырдың арасы суый бастады. Біреулері Асанның әйелі нашар деседі. Біреулері Үсеннің үйіндегі жеңгеміз кінәлі дейтін. Әйтеуір аздаған кикілжіңнен басталған өкпе үлкен араздыққа ұласып, ағайынды екеу бір ауылда тұрып, бір-бірін амандаспайтын жағдайға жетті. Бұл жағдай әкемнің де жанына батып жүретінін білетінмін. Қазір не дер екен? Екеуіне бөлек-бөлек хабарлас деді әкем шешеме. Асан, Үсен болмайды де. Үсенге де солай айт. Келсін екеуі де. Қалғанын көре жатармыз. Шешем басын изеді. Жәкеме қарағанмын. Ағасына қарап қалыпты. Онша қоштай қоймайтын түрінен байқалып тұр. Дастархан басында ағайындар ұрыс шығарып жатса құдалардан ұят болады-ау деген ой мені де қорқытып тұр еді. Кешке қарай көптен күткен құдаларымыз келіп жетті. Ырым жасап, шашу шашып күтіп алдық. Қонақтарды да төрге шығарып,
Жәкем өзі асабалық етіп отырыс қызып жүре берді. Бір кезде әйелімен Асан келді. Құрақ ұшып құдалардың қасына отырғыздық. Бір-екі құдаға сөз беріп, соңынан Жәкем күй тартып бола бергенде Үсен кірді. Қасында жеңгеміз бар. Төрге қарай отырған бауырын көріп түсі бұзылып кетті. Бұрылып кетуге айналды. Осы сәтте әкем орнынан тұрып келіп, Үсенді бос орынға қарай жетектей жөнелді. Жеңгеміз де соңдарынан ерді. Әкемнің жасы Асаннан, Үсеннен біршама үлкен болатын. Екеуі де кәдімгідей ығып жүретін. Бұл жолы да солай болды. Әкеме қарсы ештеңе айта алмады. Екеуі де үнсіз. Бір кезде сөз кезегі әкемізге тиді. Әкем алдымен құдаларына, туыстарына тәтті тілектерін айтып, сөзін бауыр жайлы аңызбен бітірді. Сонау ақтабан шұбырынды болған аласапыран заманда ауылға жау шауыпты, деді әкем дауысы жарықшақтанып. Аяқ астынан келген дұшпан ешкімді аямапты. Содан бір батыр баласын меңгерсітіп, жау қоршауынан сытылып шыға бергенде, жалғыз бауыры көке құтқаршы деп жалбарына жабыса кеткен екен. Батыр ойланбастан баласын тастап, бауырын қырғыннан аман алып шыққан екен. Бұл қылығына таң қалған сұрағандарға жауабы біреу болыпты. Маған әлі бала табылуы мүмкін, ал бауыр ешқашан табылмайды. Шынымен де, мынау қамшының сабындай қысқа ғұмырда бізге енді ешкім басқа бауыр бермейді. Бар бауырымызды бағалайық, солар аман болсын. Әкемнің сөзінен соң Асан мен Үсенге қарағанмын. Екеуі де жер шұқығандай төмен қарап қалыпты. Осы сәтте құдалардың бірі домбыраны қолына алып, бауыр туралы бір терме бастады. Неткен әуен, неткен сөз. Кеудеңде жаның барда, бауырлық таныт бауырға, өзектен теуіп өзгені өзімшілдікпен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де, ол да өтер. Бұл жалған қамшы сабындай, сыйласа алмасаң сол бекер. Көңілің достық шығарсың, туысың ісін сынарсың. Қадірін білмей жүргенде, қабірін қазып жыларсың. Құдалар кетіп, өзіміз оңаша шай ішіп отырмыз. Әй, әлгі екеуі бәрібір араласпайтын шығар, деді Жәкем. Оны өздері бөлер, ағайынды татуластыру біздің парыз, деді әкем. Мен үндемедім. Шынымен де адам неге өзімшіл? Құдалар кеткен соң туған-туыс үйлеріне тарады. Жәкемнің отбасы да дайын көлікпен қалаға кетті. Жәкем ғана қайтпады. Үйде әкемнің қасында қалды. Айтпақшы, Асан мен Үсеннің әңгімесін осы жерден аяқтай салайын. Әкемнің бауыр жайында әңгімесі бұл екеуіне онша әсер етпеген сыңайлы. Екеуінің де әйелдері кетерлерінде шешеме біраз әңгіме айтып кетіпті. Әкем қолды бір-ақ сілтеді. Енді екеуін де мұндай жерге шақырмайды. Біз әкенің мінезін жақсы білеміз. Көңілі қатты қалған болды. Түн. Жәкем екеуміздің бір бөлмеге төсек салыныпты. Ұйқым келмей аунақшып жатырмын. Әбәу, деді бір кезде Жәкем. Ұйықтап қалған жоқсыз ба? Жоқ, ағам ауырып жүрген сияқты ғой. Байқадың ба? Жоқ, Жәке, қайдан білдіңіз? Жаспыз ғой, көп нәрсеге мән бермейміз. Әкенің 60-тың үшеуіне келгенін, оның да ет пен сүйектен жаратылғанын, бүгін болмаса ертең денсаулығының сыр беруі мүмкін екенін сол кезде ойламаған едік. Өйткені 2-3 рет мұрнынан қан кетіпті. Жеңгем айтты, деді Жәкем үнсіздікпен бұзып. Дәрігерлер қан қысымы кез келген сәтте қатты көтеріліп кетуі мүмкін депті. Шұғыл қарату керек, әбәу. Аға, 28-ші жылғы ғой, соғыс басталғанда 13-те болған. Тылдағы бауыр ауыртпалықты осы кісілер көтерді.
көздерін тырнап ашып таң бозынан колхоздың жұмысына жегіліп, аяқтарынан сыз, бастарынан күн өтіп жүріп, маңдайға кеткен әкелерінің орнын жоқтатпады. Ауылда ағаның осындай 10 шақты құрдасы болған. Солар 60-қа толмай бірінен соң бірі кетіп жатыр. Сұм соғыстың зардабы ғой. Ағаның денсаулығынан қорқамын. Өзі мән бермейді. Мына жинаған малы ешқандай денсаулықты алмастыра алмайды. Бір жақсы санаторий барсын, Алматының мықты дәрігеріне көрінсін. Сені тыңдайды ғой, айтып көрші. Жәкемнің даусы дірілдеп шықты. Мен де тамағыма тас тұрып қалғандай жұтына алмай ұзақ жаттым. Қайран әке, өзінен алғанды білген екенбіз, ал бергенді қайтарғанды ойлаған да жоқ екенбіз. Не деген санасыз едік. Айтамын ертең, шешеме де айтамын, барсын, емделсін. Осылай ойлап жатып ұйықтап кетіппін. Біреу жұлқылап оятты. Жәкем екен. Тұра ғой, деді. Бір сағаттан соң Алматыға автобус жүреді. Мен де сенімен бірге шығамын. Жол жөнекей түсіп қалармын. Менің әкем, оның ағасының салып берген оны мұнысын әзер көтеріп, Жәкем екеуміз ауладан шығып барамыз. Әкем де әдетінше мені маңдайымнан сүйді. Інісіне аман жүр деп қысқа қайырды. Екеуінің ел көзінше бір-біріне еміренгенін ешқашан көрген емеспін. Қазір ойлаймын, бір-бірін жүрекпен жақсы көрген екен ғой. Жәкем де, аға жақсы, аман болыңыз деп сыртқа беттеді. Бірақ қақпадан шыға бере тоқтап, ағасына ұзақ қарады. Менің де жүрегімнің атқақтай жөнелгені бекер емес. Менің ішкі түйсігім алдамайды. Жәкемнің жүрегі алдамаған екен. Көп кешікпей, әкем ауырмай, сырқамай бұл жалғанды тастап кете барды. Оқуды енді ғана бітіріп, журналистік жолымды жаңа бастап жатқан кезім еді. Түнімен жүріп, ауылға жетсем, туған-туыстар жиналып қалыпты. Жәкем де осында. 5 ұлы есік алдында тізіліп жылап тұрдық. Жәкем қора жақта өзімен өзі жүрді де қойды. Әкемді өзінің туған жері Қаратоғанға қоятын болдық. Ол аудан орталығынан 20 шақырымдай жерде еді. Әкем мен Жәкемнің анасы Гүл-Жәмила әжемнің қабірі сонда болатын. Табыт тиелген мәшиненің үстіне балалары мен Жәкем отырдық. Қалған көлік соңымыздан еріп келеді. Жәкем жол жөнекей үнсіз келеді. Тек Қаратоғанның қарасы көрініп, Бозтөбенің тұсынан өте бере боздап қоя берді. Кешеден бері зарлы запыранның барлығы кеудесіне жиналып қалған екен. Апатайым, ұлымды алып келе жатырмын деп тау етегіне күңірентіп, ағатайым саған кетіп барады мен тастап. Аға, мен енді жалғыз қалдым ғой. Аға, қош бол. Аға, еркелігім көп болса кешір мені, аға. Жәкем ағасының қазасынан соң қатты тұйықталып кетті. Өзімен өзі, әкемнің басындағы мазардың кірпішінде өзі қалады. Жылын өткіздік. Бір күні редакцияда жұмыс істеп отырсам, Жәкем кіріп келгені. Орнымнан атып тұрып амандасып жатырмын. Әлдекімді жақсылап сыбап тастады. Аға жайында естелік жазып, газетке шығарайын десем, ешқайсысы баспайды иттердің, деді күйініп. Көлемі үлкен дейді. Аға туралы мен аз жаза алмаймын. Бәрібір басады олар. Шығармай қоймаймын. Басу айтып жазғанын сұрап алдым. Үйге келіп үстінен бір қарап шықтым. Көлемі үлкендеу екені рас, бірақ шын жүрекпен жазылыпты. Жылап отырып оқыдым. Аға, мен сізді күнде түсімде көремін. Сонау қан тәңірі жақтан маған ылғи жымиып қарап тұрасыз. Төменде қыбыр-қыбыр тірлікпен жүріп, жоғарыда қарап тұрған сіз есіме түссеңіз, селк ете қаламын.
Жаман қылық жасауға тырыспамын, не істесем де сізді ойлап жүремін деп басталған естелік екеуінің қиын балалығы, аға тәрбиесі жайлы болып кете барды. Бір аптадан соң Жәкемнің аға туралы естелігі Жетісу газетінен жарық көрді. Бұл күні Жәкемнен бақытты адам болмаған шығар. Бір бомба газетті сатып алып кетіп туыстарға таратып жүргені. Әңгіменің басында Жәкемді 80 күй білетін домбырашы деп едім. Әкем қайтыс болған соң Жәкем домбыра тартпайтын болды. Тіпті қолына ұстағанын да көрмейтінбіз. Алғашында ағасының қазасынан соң уақытша болар дегенбіз. Жоқ, олай болмады. Талай қуаныш болды. Дүрілдеп тойлар өтті. Жәкемнің домбырасы үнсіз. Жәке, күйлеріңізді сағындық, тым болмаса біреуін орындап беріңізші деп қиылғанымда бір қуанышта менің сөзімді жерге тастамаушы еді. Бұл жолы бас тартты. Ренжімеші әбу, деді де мені бала күнімдегідей еркелетіп, неге екенін домбыраны қолыма ұстап шерте бастасам болды. Басым шаншып қатты ауырады. Себебі дәрігерлер де айта алмады. Тарта алмаймын. Себебін мен сезетін сияқтымын. Жәкемнің де өзі біледі. Өмірінің домбырасы ағасы алғаш қасиетті домбыраны үйретпеп еді. Сол қасиетті өзімен бірге ала кеткен жоқ па екен. Былтыр жазда Жәкем де ағасының артынан келмес сапарға аттанды. Кетерінде жалғыз ұлына өтініш айтыпты. Балам, менің басыма ауыр тас қойып әуре болмаңдар. Суреттің де қажеті жоқ. Тек қоршауыма домбыраның суретін іліп қойыңдар.